Күлсе шуақ шашатығын, бізді әнге қосатығын. Миллион қыз бар әлемде, бір-бірінен асатығын. Эфирде жүрек жалғайық, ал сіздермен бірге мен Нұрсұлтан Ережепов. Біз бағдарламаны бастаймыз. Бізде бүгін асыл тобының бір-біріне ұқсамайтын үштіктің бірі Ғалия ханым. Сәлем, Ғалия, қош келдің. Сәлем, Нұрсұлтан. Қалайсың? Қош келдік, рахмет, жақсы. Ал Ғалия, бірден сұрақ, қандай тағам әзірлейміз? Менің бүгін әзірлейтін тағамым өте ыңғайлы, бәріне тиімді, тез жасалатын, тез дайындалатын тағам. Ол фарш қосылған картоп. Фарш қосылған картоп. Яғни, Ғалия, біз сенің бұған дейін біздің бағдарламамызға сен келген болатынсың, бірақ сендерге дәл сол кезде Ақерке дайындаған болатын. Ал енді сен бүгін асыңды кімге дайындайсың? Бүгінгі асымды өзіміздің құрбымыз, өмірде де, өнерде де, яғни бізбен тығыз байланыста жүрген, бізбен бірге жұмыс істеп жүрген, біздің өнерімізге тәнті болып жүрген арулардың бірі, ол біздің пиар директорымыз Маржан ханым. Яғни Маржан ханымға бүгін ас дайындайтын боласың. Біздің қалың көрермен Маржан ханыммен жақынырақ таныс болсын. Садуақасова Маржан Тұрсынбекқызы 1987 жылы 4 мамырда Орталық Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында дүниеге келген. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі. Телевизия саласында бірнеше жыл қызмет атқарған. Арманы қазақ өнерінің дамуына өз үлесін қосу. Біздің көрермендер Маржанмен жақынырақ таныс болды. Яғни тартылған ет қосылған картоп тағамына керек заттарды біздің көрермендерге таныстыра өтсең. Жарайды. Алдымен өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің стол үстінде картоп тұр. Оның міндетті түрде ортасын тесу керек. Осындай қылып көріп тұрсыздар. Әдемілеп тұрып, шұңқырлап. Шұңқырлап, міне дәл осындай қылып. Егер үйде дайындайтын болса, үлкенірек картоп болса тіптен жақсы, тойымды. Ішіне көп нәрсе сияды. Сосын? Келесі тартылған ет. Өздеріңіз білесіздер, қойдың еті болсын, сиыр еті болсын. Бізде бүгін сиыр еті. Болгар бұрышы. Болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, сәбіз. Нұрсұлтан бәрін айтып бердім. Кішкене қазақша нұсқасын білетін болғаннан кейін енді үйретіп жатқан ғой, мен де ең басында сен сияқты кішкене сәбіз дейтін. Үйрен шықты нәрсе. Және де аскөк, ақжелкен және көк жуа. Ең бірінші не істейін? Қайсысын сұрайын? Өткізіп алу керек болады. Сәбізді күштен өткізу керек, мен соны өткізейін? Өткізіп алу. Мен етті мына жаққа қосып жіберейін. Осының ішіне өткізе берейін ғой? Қойсам да болады. Қай жағынан күштен өткізген дұрыс? Үлкені ма, кішісі ма? Үлкенірегіне, Ал? Ыңғайлы ма бар? Кірсек? Жұмысқа кірсек. Мен негізі өзім жақсы көрем дайындағанды. Ас дайындағанды. Бұған дейін бізге Ақерке келген кезде айтқан тұғын, Ғалия асты жақсы дайындайды, асты жақсы ішеді деп. Көрініп тұрған шақ па? Асты жақсы ішетінімді. Жоқ, шынымен саған қарап ештеңе көрініп тұрған жоқ. Саған қарағанда тек андай тамақ жемейтін, тек жаттығу залдарында жүретін қыздар сияқтысың. Болады енді ондай. Ал Ғалия, өзің қай ұлттың тағамдарын жақсы көресің? Мен енді асқа келгенде талғампаз емеспін. Мен үшін дәмді болса болды. Әдемілігіне де қарамаймын. Әдемілігіне де қарамайсың. Ал жүрегіңе жақын, көбісі айтып жатырады ғой, маған Мексика ұлтының тағамы, маған Тай халқының еттері ұнайды деген сияқты. Енді өзіме әр елге барған сайын сондай оймен келем. Біздің қазақтың тағамына басқа тағам ешқандай жетпейді деп. Сондықтан да өзіміздің қазақтың етіне көбінесе енді ұсынысым сол. Қазақтың еті, өзіміздің картопымыз. Яғни өзіміздің ет ең нағыз тәттісі да жақсысы да. Ал Ғалия, бұл қай ұлттың тағамы біз дайындап жатқан? Бұл енді шыны керек білмейді екем қай ұлттың тағамы екенін.
Айтайын, бұны мен интернет желісінен көрген болатын. Енді үйде кейде бір уақыт болып қалғанда, қолымыз бос болып қалғанда, не дайындасам екен деген ой туындаған кезде интернетіміз аман болсын. Нағыз қазір ғаламтор желісі арқылы біразды не бітіруге болады, иә? Сен жаңа ғана айтып өттің, тамақты жақсы дайындаймын, бұған дейін Ақерке де айтып өткен, сен тамақты жақсы дайындай, тамақты жақсы жейді депті. Ал жалпы Ғалия, тамақ жасауды қайдан үйрендің? Ол енді әрине біріншіден анамның берген тәрбиесі, анамның бастамасы үйреткен болатын. Сөйтіп енді ақырын өзіміз ата-анамыздан бөлек шыққанда бірінке жеу керек қой енді, бірінке дайындау керек. Әр кезде бір даладан барып жей салмайсың дегендей. Үйдің тамағына ештеңке жетпейді, сондықтан үйдің тамағына және өзің дайындаған асқа, дайындаған, иә, ананың дайындаған асына ештеңке жетпейді деп үйрендік, сөйтіп жүріп. Қазіргі сенің жағдайыңды енді түсініп тұрмын. Кішкене бір босаңсып, көзіңе жас шығайын деп тұр осы, иә? Мен негізі пиязды жақсы көрмеймін. Иә, пиязбен дос емессің, иә? Дос емеспін. Менде кішкентайымнан солай. Енді маған айтпадың ба жаңа, кішкене мен өзім дайындап беруші едім? Үйреніп қалдық қой біздерде. Кішкентайымдан солай. Мысалы, мен бөлек телевизор қарап отырған кезде, теледидар қарап отырғанда, мамам ас бөлмеде ас дайындап жатқанда пиязды кесіп жатқанын мен мына жақтан байқап жылап отырам ғой. Иісін байқап. Сондайға дейін мен. Иә, сонда жаңа мен турап жатсам да саған ешқандай бір ештеңе қажет жоқ сияқты, бәрібір жылайсың. Бәрібір жылаймын, иә. Сондықтан өзім кесе берейін дегенім ғой енді. Ғалия, мен сәбізді біттім, енді сен үстіне салайын ғой? Осының үстіне бәрін. Бүйтіп үстіне салайын. Біз енді бүгін картобымыз сәл ғана кішкентай болып қалды. Енді тырысамыз ішіне бәрін сыйдыртуға. Иә, біздің қалың көрерменге тағы да түсіндіре өтейік. Біз жақсылап тұрып тартылған еттің үстіне сәбізді қостық, оның үстіне пияз қосып жатырмыз. Енді келесі кезекте не істейміз? Сарымсақты саған осы беріп қоям ғой деймін. Сарымсақты? Бұл қалай тұрайын сарымсақты? Біреусі жетеді. Майдалап тұрау керек, е? Майда қылып турасаң. Ол сарымсақты бірден үстіне турай берсем. Сарымсақтан кейін қолдың бір түрлі иісі болады. Сондықтан да өзін турай қойып. Соған қарағанда қазір осы бағдарламадан кейін бір кездесуің бар сияқты ғой. Негізі сарымсақ тағамның дәмін нағыз келтіретін осы сарымсақ қой деп білемін мен. Негізі сарымсақ өте пайдалы, дәрумендерінен қатар кішкене ауырып қалған кезде дәл қазір маған жазылуға көмектеседі екен. Себебі өздеріңіз естіп тұрған шығарсыздар. Иә, кішкене тамағым ауырым қалды. Соған қарамастан сен дәл қазір біздің арнамызға келіп, біздің көрермендерге арнайы бір ас үйретіп жатқан жайың бар, иә? Міне, дәл осындай асылдың қыздары. Осындаймыз біз. Шынымен біз қуаныштымыз. Ешқандай ауырып тұрған жағдайына қарамастан, Ғалия бүгін сіздерге және маған бұл, яғни картопқа қосылған тартылған ет дайындауды үйретіп жатыр. Кішкене үйреншіксіз бұл тағамның аты. Негізі өзім бұл тағамның аты бар ғой деймін, бірақ білмейді екенмін. Иә, ең бастысы әйтеуір осы асын дайындау дейсің ғой? Дайындау, иә. Майдалап тұрау керек қой, ең бастысы мына жерде сарымсақты. Мен болгар бұрышын турап жатырмын, көріп тұрсыздар. Майдалап тураймыз. Иә, майдалап, майда-майдап тұрау керек, міндетті түрде. Иә, Ғалия, сен жаңа ғана бізге айта өттің, ғаламтор желісінде жиі отырам деп, е? Енді уақыт барысында. Сол ғаламтор желісінде отырған кезде өзіңнің сүйікті тағамдарыңды жасап, қазіргі тілмен айтқанда Инстаграм деп жатамыз ғой, соған суретін салып, сондай жоқ қой жалпы өзіңде. Біздің жұлдыздардың көбісінде бар, мүмкін Айнұр Тұрсынбаева сияқты әпкеміз де дәл солай біз саламыз, иә. Астарын салып жатады. Біз саламыз, бірақ енді көп оқырмандар қазір
сын айтатын болып кеткен бізге, ақыл айтатын болып кеткен. Сосын? Жеген тамақты салуға болмайды деп. Сол себепті мақтанба деген сияқты. Осы сіздер әртістер жеген тамақтарыңызбен мақтанасыздар деп бізге сын айтатын болды қазір көбінесе. Негізі жеген тамақ емес, дайындаған тамақ салған дұрыс сияқты. Неге мақтанбасқа? Бізде мысалы адамбыз, бізде ас әзірлейміз, бізде ата-ананың тәрбиесін алған қыздармыз. Бізге де соның бәрін көрсетіп қалу керек, сондықтан ренжімеңіздер бізге. Не деген сөздер Ғалиядан шыққан. Дұрыс негізі. Дұрыс айтып жатсың, Ғалия. Міне мен әдейі майдалап тұрып жатырмын. Менде бүгін кездесу болса да, соған қарамастан маған деген көмегің болсын. Ғалияның айтуымен сарымсақ тура үстіндемін. Қазір сарымсағымызды әдемілеп тұрып қосып жіберейік. Біреу жеткілікті болады ғой? Жеткілікті, Немесе көрермендеріміз өздерінің талғамына байланысты? Өздеріңіз қанша адам, мысалы, жанұяда мүмкін қонақтарға дегендей. Бүгін енді сіздер көп емессіздер. Операторларыңыз бар. Редакторларыңыз бар. Жақта аш болып отырған. Және бүкіл Хиттей арнасының ұжымы бар. Да? Ол жайлы келесі жолы тағы да бір келген кезде үлкен бір ет асып берерсің. Жарайды, ол кезде енді ол бөлек нәрсе ғой, онда сіздерді бөлек қонаққа шақыру керек болады. Жаңа ғана Ғалия, қонақ жайлы айта өттің, жалпы қонақ күткенді өзің ұнатасың ба? Ұнатамын, өте ұнатамын. Қазір енді бізде уақытқа байланысты, уақыт тығыздығына байланысты біз көбінесе шақыра алмай қаламыз, қалада болмаймыз деген сияқты, бірақ барысынша енді тырысамыз. Яғни жұмыс барысына байланысты кішкене болса да қиындыққа соғып жатады, қонақ шақыруға. Бірақ қонақты жақсы көреміз өзіміз. Дұрыс, енді мен не істейін? Құрбос тұрып қалған сияқтымын. Қайсын тұрайын? Көк жуан? Көк жуанды турай бер. Көк жуанды да майдалап тұрау керек, Мынау жеткілікті болар, әлде тағы қалайын ба? Жоқ, жеткілікті. Әнші қыздар келген кезде жалпы көрермен жігіттердің бір ойларында бір сұрақ туындап жатады. Мынандай ару қыз, мынандай әдемі қыздың жеке өмірі қалай екен деген сияқты. Жалпы жеке өмірің жайлы айта кетсең, біздің көрермендерге де қызық деген ойдамын. Сіздерге кірер алдында мен ойлап келе жатқам, негізі осы сұрақ туындайды. Міндетті түрде болады. Сол кезде мен кіре салып айтамын, бұл сұрақты қоймаңыздар деп. Сонда бұл сұрақтың жауабы бізге берілген сияқты, Болды. Айтатын нәрсе жоқ басқа. Осымен бұл сұрақ тоқталды, Тоқталды. Ал бұған дейін бізге Ақерке келген кезде менің жеке өмірім асыл тобы деген болатын. Қалай? Жауабы қалай? Ақеркенің жауабы дұрысынан, жақсысынан ұтып кеткен сияқты сол кезде жауаппен қайтарған. Өтіп кетті. Ал сен неге жеке өмірден қашқақтайсың? Жоқ, мен қашқақтамаймын. Жеке енді өмір, ол жеке өмір, сондықтан да жеке өмір деп аталады. Оны білетін адамдар да бар. Енді өзің, мысалы, мені Инстаграмнан көріп жатасың дегендей. Ғаламтор желісі. Ғаламтор желісінде бәрі белгілі, бірақ бұл жайлы енді көп айта бергім келмейді, көздеріңіз тиіп кетеді. Дұрыс, жеке өмір жайлы мүмкін алдағы уақытта барлығын көре жатарсыздар. Көресіздер, әрине. Ал бірақ қазіргі жеке өмір ол асыл тобы. Міндетті түрде, Жеке өмір қазір бәрі байланысты, менде тек жұмыспен. Жеке өмір ол бар, бірақ көп уақытымызды біз қыздармен бірге өткіземіз. Болды, осымен жауабымыз аяқталды. Міне, көк жуанымызды әдемілеп тұрып турадым. Енді үстіне қосайын ғой? Бәрін қосамыз. Бұрышты да қостық, болгар бұрышын. Бізге мүмкін тұз керек шығар, мүмкін тұз керек, бұрыш керек. Қара бұрыш, Немесе бізде қызыл бұрыш бар мына жақта? Қызыл бұрыш ашты болып кетеді. Мен қолмен араластыра берейін. Болды. Өзім негізі қолмен жасағанды, әркімнің өзінің ыңғайына байланысты. Және тұз қосқан кезде қанша тұз қосу керек? Немесе талғамына байланысты? Талғамға байланысты, Ал біз қазір көз мөлшерімен салып жатыр. Менде үйде қыздар аса тұзды тамақтарды жақсы көрмейді. Ал мен тұзды нәрсені жақсы көремін өзім, тұздалған нәрсені. Енді қыздарға
Қыздарға дайындаймын ғой көбінесе, сондықтан тұзды аса қатты қоса бермеймін. Тұзды бұрышты ақырындап қосу керек. Дұрыс, біз жақсылап тұрып араластырып алайық. Ал біздің қалың көрермен біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз сіздермен бірер минуттан кейін қайта көрісетін боламыз. Арнамызға енді қосылған көрермендеріміз болатын болса, сіздермен жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта асыл тобының мүшесі Ғалия ханым. Ғалия, біздің тартылған етіміз барлық көкөністермен ішіне қосылып, енді дайын тұр. Келесі кезекте не істейміз? Келесі кезекте осының бәрін картоптың ішіне салу керек болады. Картоптың ішіне саламыз. Маған не керек? Май. Олив майы. Иә, майымыз дайын. Фарштың ішіне. Фарш ішіне. Өз мөлшерің бойынша қоссаң болады. Бұлай қараған кезде бір ас қасық жеткілікті сияқты, иә? Бір қосар кезде. Жеткілікті. Ал оған дейін мен қазан ошақты қосып, ішіне су құйын ба? Жоқ, ішіне кішкене май қосу керек болады. Біздің қалың көрерменге тағы да көрсете кетейік, дәл осы картоптың ішіне біз тартылған ет және де жаңа ғана қосылған ішіне көкөністермен араласқан, яғни ассорти, бір сөзбен айтқанда. Өте тойымды тағам. Өте шынымен тойымды көріп тұрған бет бейнесінен пішіннен де байқауға болады. Бір қараған кезде голубцы тағамына ұқсайды екен. Ұқсайды, иә. Бірақ оның сыртында болгар бұрышы болса, мынаның сыртында картоп, иә. Немесе мәнті деп жатамыз ғой. Сырты нан болса, іші ет. Енді қазақтың нағыз тағамдары осындай бізде. Сыртында әрине бірдеңке, міндетті түрде бірдеңке болу керек. Ішінде еті. Ішінде ет, ең бастысы ет болса болды. Менің ойымша мынаның ішіне тағы да негізінен тартылған ет емес, басқа да асқабақ қосылған картоп жасауға да болады екен, иә? Кішкене өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Иә, әркімнің өз талғамына, қиялына. Бізде бүгін картоп азақ. Картоп азақ, бірақ ет көп, иә? Ет көп, картоп азақ. Жақсылап тұрып, енді майымыздың қызығанын күтеміз. Ғалия, өзің көлік жүргізесің ба жалпы? Көліктің тізгінде отырасың ба? Рулін ұстап деген сияқты қалай? Отырам. Одан басқа жақсы көрем. Иә. Негізі көлікті айдағанды, жүргізгенді. Айдаған енді бір түрлі естеді кешін. Әр жерде әр түрлі айтады. Көлікті тебем деп айтады. Bir жерде көлікті айдаймыз, біреуде көлік жүргіземіз. Енді Алматыда көбінесе айдаймыз деп айтады. Яғни көлікті жүргіземіз. Солай үйреніп қалыппыз. Көлік жүргізгенді жақсы көрем. Тез жүргізгенді жақсы көрем. Яғни жылдамдықты жақсы көрем. Енді бізде Алматыда көбінесе ондай бола бермейді, өйткені кептеліс үнемі. Түнде ғана бір мүмкіншілік жасап, үлкен жолдарда, яғни Әл-Фараби даңғылына шығып деген сияқты. Олай да болмайды, өйткені біздерде қазір барлық жақта камералар. Иә, камера демекші. Жалпы қазір жол сақшылары өте көп. Өте көп. Жол сақшылар. Ол өте дұрыс. Өйткені шыны керек, жол апаттары көбейіп кетті. Енді жаман нәрсеге тоқталмайық. Негізі көлік жүргізгенді жақсы көрем. Жақсы көресің. Көбінесе жол сақшылары сені ұстаған кезде, сенің атағың, яғни сен әншісің, яғни асыл тобының мүшесісің. Саған көмектесе ме сондай сырттан байқап қалып, танымалдылық? Мынау Ғалия ғой, Ғалия жүре беріңіз деп, кішкене жол сақшылары жол беріп деген сияқты. Көбінесе көмектеседі, иә. Көмектеседі. Енді бір қуантарлығы біздің полициямыз өнерді біледі, көреді екен. Өте бағалайды. Асыл тобын таниды екен, қобыш қыздар ғой деп айтады. Сондықтан да ол қуантарлық нәрсе. Тамаша. Картопымызды енді үстіне саламыз ғой? Саламыз, иә. Картопымызды дәл осылай саламыз, болды, енді піскенін ғана күтеміз ғой? Саған көмектесіп тұрайын. Асылдың аруы байқамай ол келе болса ұят болып жүрер біздің бағдарламаға келіп. Міне, дәл осылай салды. Енді үстіне су құямыз, иә? Қанша құйған дұрыс? Иә, бер. Тоқта деп айтам. Кішкене ары қарай тұрса? Болды. Жеткілікті олай? Жеткілікті.
Кішкене майдан таяқ жейтін болдық. Иә, майды көп қосып жібердік кішкене. Енді қанша уақыт керек бізге? 20-25 минут. Яғни 20-25 минутта біздің асымыз дайын болады. Дайын болады. Арнамызға енді қосылған көрермендеріміз болатын болса, сіздермен жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта Вия асыл тобының мүшесі Ғалия ханым. Ғалия, біздің асымыз дайын болған сияқты, е? Асымыз дайын болды. Иә, асымыз дайын болса, Десе шығарайық. Аха, шығарып, әдемілеп тұрып салайық. Ғалия, мен бұл асты салғанша, сен бізге арнап, көрермендерімізге арнап бір ән жырқап берсең қалай болады? Жарайды. Болады ғой? Жырқап берейік. Иә, онда Ғалия бізге және біздің арнамыздың көрермендеріне арнап ән. Енді қазіргі осы жағдайға байланысты ойыма Дастархан деген ән келіп тұр. Өзіміздің репертуарымыздан. Ей халайық, халайық, бар өнерге салайық, асылсынып бас тартқан, жайылып тұр дастархан. Дастархан, ау дастархан, мерекелі дастархан, мерекелі дастархан, ей деп. Нұрсұлтан, қосылмадың ғой? Ой, рахмет. Жоқ, мен қосылма болады, бірақ мен қосылған кезде бұл әннің мәні де, мағынасы да кетіп қалады, ешкім тыңдамай тұрып кетеді сияқты ғой. Міне, салдым. Қиналып бірдеңені шығарып жатсын әйтеуір. Иә, қиналып кішкене салып жатырмын. Ары қарай енді екеуі қалды, екеуін сен салып жүр. Дәл қазір біздің арнамызға сенің қонағың кіріп келе жатыр екен. Күтіп алайық, е? Күтіп алайық. Эфирде жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта тағы да айда өтейін. Асыл тобының мүшесі Ғалия ханым. Бүгінгі ерекше асы дайын болды. Иә, Ғалия? Дайын болды. Көріп тұрсыздар. Шынымен өте дәмді, иісі де, хош иісі де кәдімгі жүректің жауын алып тұр. Және де көңілден де шығып тұр, дәмді деген ойдамын. Ал сіздің қонағыңыз дәл қазір біздің асханамызда. Маржан ханымды ортаға шақырайық. Шақырайық. Маржан. Негізінде қобалжып тұрмын. Қобалжыма. Өйткені өзі де күшті дайындайды тағамдарды. Кел, Маржан, ортаға тұрсаң болады. Қалай, тосын сый ұнады ма? Енді қарасам, түрі әдемі болып тұр. Дәмін көрейін дейсің. Иә, түсінгенімше ішінде фарш секілді. Иә, тартылған. Сыртындағы картошка. Жан-жағын енді әдемдеп әсемдеп қойыпты. Енді Ғалия өзі қиялына байланысты әдемлеп, әрлеп, саған дайындап қойды, кішкене сені сыншыл келеді деп айтып жатыр. Мен негізі сондай тамаққа өте талғам қарайтын адамын, талғампазбын. Таңдап жеймін десем болады. Білем, ол нәрсе дұрыс емес. Маған әрдайым оны анам айтады, түсіндіреді дегенмен мен сондай адамын. Дәл қазір Маржан дәмін көре беріңіздер. Сіздер дәмін көрем дегенше біздің қалың көрермендер осы тамақтың қалай дайындалған туралы ақпаратқа назар салыңыздар. Тартылған ет пен картопты әзірлеуге картоп 5 дана, тартылған ет 500 грамм, пияз 1 дана, сәбіз 1 дана, болгар бұрышы 1 дана және көкшептер қажет. Картоптың ортасын шұңғыл ет тазалау керек. Қалған өнімдердің барлығын ұсақтап турап, етпен араластырамыз. Дайын қоспаны картопқа салып 30 минут қайнату керек. Қазір мен көрейін, енді мына картошкасын өзі де бір әдемі піскен сияқты болып тұр маған. Иә, асың дәмді көр. Қан көмектесші Ғалия. Ұстап тұрмын. Қалай екен? Өте жұмсақ піскен. Еті де дәмді, тұзы да, бұрышы да бәрі орынды салынған секілді. Жарайсың, Ғалия? Ең басты саған ұнады. Көңіліме шықты. Бағдарламадан соң бәрін өзім алып кетсем бе дегенде ойым бар. Иә, міндетті түрде үйіңе алып барып, бүгінгі түскі асыңа саған жеуіңе болады осы асты. Иә? Дәл бүгін асыл тобының мүшесі Ғалия ханым ерекше ас түрін дайындады. Шынымен өте дәмді. Ғалия, қымбатты біздің телекөрермендер, дәл осы тағамның қалай дайындалу әдісін жазып үлгерсеңіздер, бізбен бірге жүрек жалғайық.